Қоғамдық кеңес мүшелерінің қатысуымен өткен басқосуға аудан әкімдері, билік өкілдері және жергілікті жауапты мамандар қатысты. Жиын барысында халықтың пікірлері ашық тыңдалып, өзекті мәселелер бойынша оң шешімдер қаралды. Мұндай кездесулер билік пен қоғам арасындағы байланысты нығайтып, елдің әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған нақты қадамдар жасауға мүмкіндік береді. Қоғамдық кеңес халық үні мен билік диалогының тиімді алаңы болып қала бермек. Тұран ауданының инфрақұрылымдық жобалардың орындалуы бойынша 9 айдың қорытындысында 85,7% көрсеткішке қол жеткізген. Қала аумағында 21 шағын аудан, 35.357 көп қабатты тұрғын үй бар. Бұған қоса 232.000 шаршы метр аумақты абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. 1229 көшеде құрылыс жөндеу жұмыстары қолға алынып, әлеуметтік сала бойынша 293 нысан салынуда. Жоспарға сәйкес 2025-2026 жылдары жобалардың толық аяқталуы нәтижесінде қаладағы тұрғындардың әлеуметтік жағдайы мен тұрмыс сапасы едәуір жақсарады деп күтілуде. Және жаңа құрылыс жұмыстары мен табиғи газбен толық қамту бойынша жұмыстар ағымдағы жыл соңына дейін аяқталады. Электр жарығы 20 шағын аудан толығымен қамтылған, 95-те 2 құрайды пайызды. Құрсай шағын ауданында 24 жыл құрылыс басталған. Ағымда жыл соңына дейін 100% жарық қосылып 100% қамтылатын болады. Кәріз жүйесін айтатын болсақ, 12 шағын аудан толығымен қамтылған, 57-те 1% құрайды. Кәріз жүйесімен қамтылған шағын аудандар саны 9, ол 42-де 9 құрап отыр. Жалпы Түркістан шағын аудан, Қазбек шағын аудан, Қазбек би кәріз жүйелері құрылыс басталған 24 жыл. Ағымда жылдың соңына дейін 60%-ға кәріз жүйесімен қамтылатын болады. Жол айтатын болсақ, аудан аумағында көшелер саны 1229, 570 шақырымды құрайды. Атап айтқанда асфальт жолы 458 шақырым, 80%, тас жол 1200 шақырым, 19,6%. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес 2025 жылы аудандағы 126 көшеге 76 шақырымға асфальттау жоспарланды. Оның ішінде 42 көшеге 28-де 5 шақырымға орташа жөндеу, 84 көшеге 47-де 9 шақырымға ағымдағы жыл жөндеу жүргізіледі. 126 көше дейді, 76-4 шақырым асфальттанады дейді. Соның асфальт қазіргі сұрасақ, тек қана тас жолдарды асфальттаватырмыз дейді. Мен сұрағым, сол тек қана тас жолды асфальттаватыр ма, жоқ тозған көшелерді асфальттаватыр ма? Жоқ, тозғандары бар ғой, тозғандары. Тозғандары болатын болса, біз бір өтініш бар. Мынау Қалдыбай Бектаевтың көше бар, соның жоғары жағы, бірінші нөмірден басталатын жағы, Қазиевтің жоғары жағы. Бұдан 16-17 жыл бұрын асфальт төселінген, қазір екі шетін бәрі су болып кеткен, ол жерде машина жүруге мүмкіндігі жоқ. Мен осы вопросты қалай көтердім, ешқайсысы есепке алмай жатыр. Соны есіңізге сақтап, соны түртіп алыңызшы. Жақсы, түртіп алып, қазір сіздер жазып. Жолдың екі шетін бәрі су шайып кеткен, басқа көшелерге жаңағы дорожкалар төселіп жатыр, асфальтталып жатыр. Анау көше сыртта қалған Айдардағы көше секілді мен барған сайын соны көремін. Рахмет. Жақсы, қабылдадым. Шымкент қаласында ахуалдық тұрақтылықты қамтамасыз ету бағытында оң нәтижелер байқалуда. Статистикалық мәліметке сәйкес қалада қылмыс құралы 10.000 адамға шаққанда 48-ді құрап отыр. Бұл көрсеткіш республикалық деңгейдегі орташа мәннен 60-40%-ға төмен. Сонымен қатар қоғамдық орындарда тіркелген қылмыстар 15,1%-ға азайған. Жалпы құқық бұзушылық деңгейі 19,1%-ға төмендеп, ұрлық деректері 5,9%-ға қысқарған. Бұл көрсеткіштер құқық қорғау органдарының жүйелі жұмысының нәтижесінде қаладағы қоғамдық қауіпсіздік артып келе жатқанын аңғартады. Бүгінгі қаламызда жалпы 3868 бейнекамералар бар. Бұлардың көмегімен 583 қылмыс ашылып, 54.312 құқық бұзушылық анықталып отыр. Алайда қылмыстарға талдау жүргізіліп, қылмыстың орын алуына ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтай отырып, қазіргі уақытта проблемалық мәселелерді осы біздің ойын-сауық мекемелер болып отыр. Осы орыннан басым көбі түнгі сағат 5-6 шамасына дейін жұмыс атқарып, ол жерлерде қылмыс құқық бұзушылықтар жиі орын алатын орынға айналып отыр.
Соңғы уақытта ойын-сауық орындарда қатысты тұрғындардың тыныштығын бұзу және әртүрлі құқық бұзушылықтар бойынша шағымдар келіп түсіп отыр. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында 24 түнгі клуб, 647 кафе, 58 ресторан жұмыс істейді. Оның ішінде түнгі мезгіл жұмыс жасайтын 354 кафе мен түнгі клубтар ерекше бақылауды қажет етеді. Осы ағымдағы жылдың 8 айында ойын-сауық орындарда әртүрлі құқық бұзушылықтар бойынша 353 хабарлама келіп түскен. Мысалы, Чешил паб Ресто баранда 63 шақырту түскен, Аризона түнгі клубында 48 шақырту, Кука бар мейрамға 37 шақыртулар түсіп отыр. Талдау көрсеткендей, мас халда жасалған қылмыстар көбінше осы ойын-сауық орындарда, түнгі клубтарда орын алады. Себебі, ойын-сауық орындарда алкоголь өнімдер тәулік бойы сатылады. Жұмыс режимде шектеу жоқ. Соңғы келуші азамат кеткенге дейін жұмыс жасайды. Кәсіби күзет қарастырылмаған. Жыл басынан атқарылған профилактика және түсіндірме жұмыстары жүргізу нәтижесінде төмендегі проблемалық ойын-сауық орындары өз қызметтерін тоқтатты. Қаласында күн сайын 500 мыңнан астам автокөлік қатысады. Олардың 507.113 қала тұрғындарында шамамен 120 мың өзге де өңірлерден тіркелген. Бұдан бөлек Түркістан және көршілес облыстардан тәулігінде шамамен 130 мың астам автокөлік қала кіріп шығады. Жалпы 750 мың автокөлік бір тәулік ішінде жол жүйесі бойынша жүреді. Өткен кезеңде 1119 жол көлігі оқиғасы тіркеліп, салдарынан 1304 адам зардап шеккен және 42 адам қаза тапты. Өткен жылмен салыстырғанда төмендеген. Жол қозғалысы қатысушыларының санаты бойынша жаяу жүргіншілермен 554 жол көлігі орын алған. Олардың зардап шеккендер 550, 20 адам қаза болып отыр. Жаяу жүргінші өткелдерінде 4 адам қаза болған, және жаяу өткел тыс жерде 16 жаяу қаза болып отыр. Осы велосипедистер бойынша 23 жол көлігі орын алған. Мопед жүргіншілермен 25 жол көлігі орын алған, қаза болғандар жоқ. Және электросамокат жүргіншілермен 12 жол көлігі алып, қаза болған адамдар жоқ. Жол қауіпсіздігі саласы бойынша 267.797 құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның ішінде мас күйінде көлік басқарғаны үшін 579 құқық бұзушылық анықталған. Және де осы бізде көп орын алатын 615 бап бойынша жол қозғалысы ережелеріне жаяу жүргіншілер мен өзге де қатысушылар бұзғаны үшін бүгінгі таңда 27.168 құқық бұзушылық анықталып отыр. Шымкент қаласының құрылыс басқармасы 2025 жылға жалпы құны 142,4 миллиард теңгеге 75 жоба, немесе 114 нысан салуды жоспарлаған. Оның ішінде 53 нысан жыл соңына дейін тапсырылып, 7 нысанның құрылысы аяқталады. Қалған 54 нысан 2026 жылға өтпек. Биыл 61 көп қабатты тұрғын үйдің 31-і пайдалануға беріледі. Әлеуметтік әлсіз топтарға 1429 пәтер сатып алу көзделген. Бұдан бөлек 12 инженерлік инфрақұрылым нысанының 8-і, 22 білім беру нысанының 17-сі қолданысқа берілмек. Сондай-ақ мәдениет, спорт, денсаулық сақтау, әлеуметтік сала мен төтенше жағдайлар қызметіне арналған нысандарда кезең-кезеңмен аяқталуда. Бұл жұмыстар қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беріп, тұрғындардың өмір сапасын жақсартуға бағытталуда. Ағымдағы жылы 57 тұрғын үйдің 190 мың шаршы метр құрайтын 2412 пәтерлі 31 тұрғын үй пайдалануға тапсырылатын болады. Бұдан бөлек нарықтан халықтың әлеуметтік осал топтарына жоғарыда атап өткендей 1419 пәтер сатып алу жоспарланған. Қазіргі таңда 379 сатып алынды, қалғаны жылдың қорытындысымен сатып алынады. Осы құрылыс барысында кемшіліктер болдыртпау салдарынан қазіргі кезде келісім шарт түзілгенде біз келісім шартқа бұрынғыдан қарағанда 7 жыл кепілдік мерзімін 7 жылға дейін создық. Сонымен қатар техникалық қадағалаушы мен авторлық қадағалаушылар мекемелерінде жауапкершілігін арттыру мақсатында осы келісім шарт жасаған кезде құрылыс барысында қадағалауды күшейту үшін жаңағы жауапкершілігін күшейтіп қойдық. Қазіргі таңда басқарма есебінде кепілдік мерзімде тұрған үйлердің саны 197, немесе 10.562 пәтер. Тұрғын үйдің кепілдік мерзімдері бар. Айыппұлдар саны 2025 жылы басқарма тарапынан келісім шарт тараптарын орындамаған үшін мердігер мекемелерге, техникалық және авторлық қадағалаушыларға 5,6 миллион теңгеге айыппұл салынып өндірілді.
Сонымен қатар қазіргі кезде реновация бағдарламасы бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қоғамдық кеңестің талқылауында бұл мәселелер ашық қаралып, қала тұрғындарының қауіпсіздігін арттыруға бағытталған жаңа ұсыныстар мен шаралар талқыланды. Мұндай бастамалар тұрғындар сенімін күшейтіп, қаладағы тұрақтылық пен қоғамның қауіпсіздігінің басты кепілі болып отыр.